Көп терлейтіндерге 10 түрлі кеңес. Сіз көп терлейсіз бе? Жаз айын ұнатпайтындар кемде-кем шығар. Бірақ жаз айының қызығымен қоса шыжығы да жеткілікті. Күннің аптап ыстығында қолайсыздықтарға кездесіп тұратындар кемде-кем. Солардың жиі кездесетін терлеудің жоғарылауы. Осы мәселемен бетпе-бет келетін адамдар бұл мәселені шешудің әртүрлі жолдарын іздейді. Сол жолдардың бірнеше қарапайым жолдарын үйреніп алайық. Бірінші кеңес. Күніңізді бір кесе сумен бастаңыз. Таңертең ұйқыңыздан оянған кезде бір кесе жылы су ішіңіз. Бұл әдетті қалыптастырған адамдар көп емес. Ал таңертеңгі бір кесе жылы судың қаншалықты пайдалы екенін білсеңіз де ұмытып кетіп, немесе мән бермей жүрген болсаңыз, бүгіннен бастап қолға алыңыз. Қою қызыл шай мен кофе түрлерінің жоғарылауына ықпал етеді. Сондықтан олардан аулақ болған жөн. Бір тілмен лимон немесе хош иісті жасыл шай қосылған салқын мұзды су сіздің ең жақсы досыңыз болсын. Екінші кеңес. Дәмдеуіштерді мейлінше аз қолданыңыз. Тіпті жаздың күні дәмдеуіштерді қолданбасаңыз да болады. Өйткені буалған көкөністер дәмдеуіштердің орнын басады. Сонымен қатар ащы тағамдардан да бас тартыңыз. Ащы тағамдар сіздің сүйікті асыңыз болса да. Жұмысқа немесе кездесуге барар алдында ащы жемеңіз. Өйткені терлеуді жоғарылатады. Үшінші кеңес. Шөлдеудің алдын алыңыз. Кейде көп терлейтін адамдар суды аз мөлшерде тұтынады. Көптеген адамдардың түсінігінде көп су ішу көп терлеуге жол ашады деген пікір қалыптасқан. Бірақ бұл қате пікір. Аз су ішу, аз терлеу бөлінеді. Оксимос жұмыс істемейді. Керісінше ылғалдың жетіспеушілігін дененің жағдайын нашарлатады. Дегидрацияны және стрестің дамуын туындатуы мүмкін. Ал күйзеліс терлеуді күшейтеді. Төртінші кеңес. Ұйқыңыз қанық болсын. 7-8 сағаттық ұйқы нормасын орындаңыз. Ұйқысы сергек адам көңілді, жігерлі және кез келген көңіл күйде болады. Бесінші кеңес. Киіміңіз табиғи талшықтардан болғаны маңызды. Мақта мен полиэфирден жасалған киімдерді сынап көрген адам айырмашылықты біледі. Бірінші жағдайда тері тыныс алады, дене салқындайды. Тер сезілмейтін түрде буланып кетеді. Ал екінші жағдайда тердің айқын иісі білінеді. Ыстықты қатты сезінесіз және ыңғайсыздықты туындатады. Табиғи талшықтан тігілген киімдер көп терлейтін және денсаулығына қамқорлық жасайтындар үшін өте маңызды. Жаз мезгіліндегі ең керемет таңдау мақта, жібек, зығырдан тігілген киімдер. Тек сыртқы киім ғана емес, сонымен қатар іш киімде табиғи талшықтардан болуы керек. Алтыншы кеңес. Қатты целлюлиттерден аулақ болыңыз. Киімнің тігіс аймақтары неғұрлым кең болса, ауа соғұрлым еркін айналады. Дене салқындатады және қажетті жайлылықты береді. Сонымен қатар, кең жейдеде қолтық аймағында дымқыл дақтарды аз байқайтын боласыз. Жетінші кеңес.
қолтық астына арнайы жастықшаларды қолданып көріңіз. Сіз алдын оны қолданып көрдіңіз бе? Сіз оны косметика мен тұрмыстық заттар сататын кез келген дүкеннен сатып ала аласыз. Кішкентай және жұқа төсеніштер киімге немесе тікелей қолтық терісіне бекітіледі. Олар тер мен иісті сіңіреді. Киім толығымен құрғақ, иіссіз болып қала береді. 8-ші кеңес. Аяқ киімге сіңіргіш ұлтарақ пайдаланып көрдіңіз бе? Жазда аяқ киімнің иісі бұрқырап шығады. Оны көбінесе өнімнің сапасына және жасалған материалға байланысты. Бірақ кез келген жағдайда арнайы төсеніштер жақсы қызмет ете алады. Бактерияға қарсы сіңдірілген және дезодоранциялық қабілеті бар бір реттік ұлтарақтарды бір реттік қолданған дұрыс. Ол тек қана тердің иісін жасырады. Уақытша әсер етсе де қолтықтың дымқылдануын тежейді. Антипрепараттар құрамында арнайы заттардың болуына байланысты май бездері тітіртерінің тесіктерін тарылтады. Бұл тер өндіруін минималды түрде азайтады. Олардың көпшілігі иіссіз, бірақ балғындық, цитрус және теңіз желінің ноттурумен қуантатын түрлері де бар. Ең бастысы, өз өнімдеріңізді тауып, оны нұсқауларға сәйкес пайдалану. 10-ші кеңес. Контрастты душ қабылдаңыз. Контрастты душ шынайы болғандық сезімін береді. Сонымен қатар тер бездерін қартайтады. Жылдың кез келген уақытында қажетті минимум күніне 2 рет, таңертең және кешке душ қабылдау міндетті. Ал ыстық күндер үшін әр адамның қалауы мен қажеттілігі бойынша душ қабылдап шыққан соң дененің табиғи түрде кебуіне мән беріңіз. Сондай-ақ, егер бұл лайфхактардың сізге әсер болмаса, дәрігерге қаралыңыз. Өйткені бұл денсаулықтағы ақаулықтардан пайда болуы да мүмкін. Кейде дене ыстыққа ғана емес, ағза мен өз жұмысын дұрыс атқара алмай, белгілі бір аурулардың белгісі ретінде дабыл қағуы мүмкін. Мысалы, қалқанша безінің бұзылуы, гормоналды теңгерімсіздік, гипотенуз, артық салмақ, неврит бұл тер бездерінің жұмысын арттырады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.